Ассаламу алейкум YouTube, ассаламу алейкум қымбатты көрермендер. Әдеттегідей, өздеріңіз білетін лайықты ән жобасы және тұрақты жүргізуші мен Сергей Ибрагимов және де өздеріңізге керемет таныс, мықты әнші, мықты көкпаршы, мықты палуан, мықты әке, жалпы айтқанда қазақтың беткештер азаматы. Әбжаппар Әлқожа мықты хиттардың авторы, қош келдің. Әбжаппаржан айналайын. Біздің бағдарламаға қалай ойлайсың? Жасап жатқан дүние сізге ұнады ма біздің? Жақсы, Қазақстандағы алғашқы осы әншілердің ішінен шыққан YouTube жобасындағы кавер версияда өзіндік ерекше стильде бірге дуэт жасау әдем басталды деп ойлаймын. Ісіңізге Алла береке берсін. Көрермендер көп болсын. YouTube'тан қазір бұрындар телеарна еді, қазір YouTube осы әлеуметтік желі деген қамтыған сондай бір не заман ғой. Соған өзіңіз аттың басын бұрып, үлкен жұмыс жасап жатыр екенсіз. Сәттілік тілейміз. Тыңдармандарыңыз көп болсын, қаралымдар көп болсын. Бюджеттік жағынан да, табысты жағынан да, өмірдегі сәттілік жағынан да баршасы мықты болған бауыр ретінде тілекшімін ғой. Әмин, рахмет үлкен. Ең бірінші әнді қай әннен бастаймыз? Бұл бағдарлама саған керек па? Міндетті түрде керек. Онда керексің бастаймыз. Болды ендеше. Керексің, Әбжаппар Әлқожа. Жаным, менің жақын адамым сенсің, жүректесің, біздерге ұзақ ғұмыр берсін. Өкпелеймін кейбірісім үшін мен өзімде, кешірші сен де мені артық кеткен кезімде. Мұң айта салатында, қуанта алатында, өзіңсің махаббатым. Сен менің жан дүниеме керексің, шынайы қуануға себепсің. Бағыма сендей адам тұрғанда, жүрегім бүтін менің жалғыз емеспін. Сен менің жан дүниеме керексің, шынайы қуануға себепсің. Көңілің түсіп тұрса мұңайма, мен бармын жаным жалғыз емессің. Жаным, сен мен үшін қымбатты жансың. Қиын күндер өткеннің еншісінде қалсың. Екеуміз бірге көрдік сынақ келсе тағдырдан. Кездерім болған емес сені жалғыз қалдырған. Қайғысы болса көніп, шаттығын бірге көріп, жүрейік махаббатым. Сен мен жан дүниеме керексің, шынайы қуануға себепсің. Бағыма сендей адам тұрғанда, жүрегім бүтін менің жалғыз емессің. Сен менің жан дүниеме керексің, шынайы қуануға себепсің. Көңілің түсіп тұрса мұңайма, мен бармын жаным жалғыз емессің. Сен менің жан дүниеме керексің, шынайы қуануға себепсің. Бағыңа сендей адам тұрғанда, жүрегім бүтін менің жалғыз емессің. Сен менің жан дүниеме керексің, шынайы қуануға себепсің. Көңілің түсіп тұрса мұңайма, мен бармын жаным жалғыз емессің. Көңілің түсіп тұрса мұңайма, мен бармын жаным.
Абжик күшті, рахмет үлкен. Негізі, білесің ғой, осы әнді мен қатты жақсы көремін. Негізі бұлай бағдарламаның басты ойы сондай ғой, мысалы халықтың жаңағы құлағында жүрген әндерді, әннің өзі де, тақырыптың өзі де айтып тұр, жаңағы бағдарламаның өзі де лайықты ән деп. Лайықты көп жинаған, халықтар тыңдауға лайықты әндерді негізі орындалады осы бағдарламада. Бірақ сенің әнің күшті, баяғыдан бері маған ұнайды. Менің негізгі ар жағында түпкі ойым, айтар ойым, мысалы өзіме әндер ұнап қалады ғой, сол әнді өзім орындағым келіп тұрады ғой. Бұлай орындасаң енді ұят болып қалады. Сондықтан да дәл осындай форматта бағдарлама аштық, чтобы официально айта беруге ше, мысалға дуэттен шақырылғанда. Сосын мен мына жерін айтайыншы деп, ұнаған жерін сұрап алып айта беремін. Сондықтан да осындай бір кішігірім ход таптым. Сондықтан рахмет. Ходыңыз жақсы ход екен. Құда қаласа, басқа да хиттардың бәрін мен айтатын боламын осы бағдарламада. Сәттілік. Хиттің бәрі сенікі болсын. Амин, Алла берсе. Мысалға, сенің ән қоржыныңа өзіңе қатты ұнаған, бірақ халыққа кірмей қалған әндерің бар ма? Және қаншалықты көп? Әнде ондай әндер жоқ па? Ондай ән өте көп менде. Лабиринт жүрек деген әнім бар. Сол әнім өзіме қатты ұнайды. Өзім жазған ән, сөзін Талғат Мақи жазған. Сол ән енді халыққа кеңінен таралмай қалды. Сол секілді әндер бар. Сүйген жүрек деген Аян Сейітов бауырым жазған ән бар. Көбінесе лирикалық әндерім шықпай қалады екен де мен. Соған сондай әндер өзіме ұнайтын әндерім көп. Бірақ осы жылы ішінде хит болып таралмады. Бірақ енді осы жылы Нұрлан Нәсіп бауырымыздан алған әніміз енді сәтті шығып кетті. Лирика, романтика, баяғы Әбжаппар жоқ. Бәрі баяғы Әбжаппарды ойлап қалдым мысалға бірдеңе тойда. Жылдам. Мен де жетеді мысалға, мен білмейін, жаңағындай баяу ән айтсам, неге сен көңілден айтпайсың деген сияқты. Жүрегіміз әртүрлі ғой деймін да. Сондықтан да сәтті шыққан ән болды, тағы да құттықтаймын, күшті, керемет. Енді мынандай нәрсе бола ма? Мысалға менде кейде болады өзімде. Біреудің әні хит болады ғой. Сөйтіп сол әнді неге мен айтпадым, мен бұдан да жақсы айтар едім ғой деген ойлар келе ма? Ондай ойлар анда-санда болып тұрады енді бірақ өзімнің әндерімді өзім жақсы көреді екен мен негізі. Сосын біреулер әдемі ән айтса құптаймын, және орындап шыққанын мойындаймын. Өзімнің нұсқамды да айтып көремін, егер менікі одан әдемі болып тұрса, солай ойлаймын. Мен айтуым керек еді деп. Менікі одан әдемі болмай тұрса, онда иесін тапқан екен ғой деп өзімді өзім жұбатырсыз. Сен ойынша жыл әншісі номинациясын егер де сен қолыңда тұрып сен беретін болсаң, кімге берер едің? Бірден келген сұрақ қой ма? Жыл әншісі дейсіз ба? Жоқ, мен и так та белгілі ғой, менсіз. Сізді ойыма қоспай басқа біреулерді ойлаймын ба? Иә, сөйтіңіз. Енді білмедім енді, ол хитқа неге байланысты емес шығар. Әнші ретінде адам өзі жақсы көрген. Менің ойым әлемдік стандарт емес қой. Менің ойым қазақтың ортасында жүрген халықтың ойы стандарт. Стандарттың ортаңғы ойы емес та, сондықтан бірдеме деуге қиын. Мен біреуді айтсам, біреуге ол ұнамауы мүмкін деген сияқты. Сондықтан айтпаймын. Жалпы иә, көбісі айтпай жатыр. Мен екенін білген екен ба? Жақсы, Құдай қаласа. Просто бір жақсы жер деймін да, өзі бағдарлама ашып алған күшті екен, өзіңе айта бересің да. Осы айда тыңдаған топ 3-тік әнің. Менің әнімді қоспай қой ішіне. Топ 3 әнін айтшы. Енді осыны айтатын шығарсың. Топ 3 әнім Тупак. Қандай? Соула деген ән тыңдап жүрмін. Шындық керек қой. Иә, шындық. Сосын Роза Әлқожаның не істесем екен деген. Үйлеспей ме екен? Соны тыңдап жүрмін. Негізі мен күнде ұйықтайтын кезде Дариға Дәуренді тыңдаймын. Рамазан Стамғазиева көкеміздің әні. Керемет таңдау, керемет талғам. Мүлдем жаңағы тастамайтын әнім ғой Дариға Дәурен. Бір-біріне қатты неғылмайды, байланыспайды. Тупак пен Роза Әлқожа қалай? Жалпы мынандай мүмкіндік берілсе де, кез келген әншімен дуэт айту. Кіммен дуэт айтар едіңіз? Әлемдегі ма? Бүкіл әлем, қазақ бәрі қосылса. Енді Қазақстанда Аллаға шүкір ғой, баршасы ағаларымыз, бауырларымыз ғой. Әлемден дуэт айту керек болатын болса, Энрике Иглесиаспен айтатын едім. И Тарканмен. Негізі сол андай жоғарғы неге. Ал менің білесің ба, жоғарғы ойым, мақсатым, арманым Әбжаппар Әлқожамен бір өзбекше, бір қазақша ән айту.
Жаным арманың қадір орындалады енді. Сондықтан бір ән орындайық. Нәзік гүлім, назлы гүлім деген әнді орындап жүрейік. Өзбекшесін сындырамыз ғой. Оны өзбекшесін өзің айт, мен айтпай ақ қояйын енді. Мен Сен қазақшасын айтпай ақ қой, айтамын. сен айтсаң жыным келеді. Қазақша айта берші. Болды, бүкет. Өзбекшесін өзіме қайта. Назлы гүлім. Болсаң, байқар болсаң, сен менің нәзік гүлім. Көргенге мен бақыттымын, сүйгенге жасықтымын. Үміт қылып күліп тұрып арнағанда әнімді, наз қылықты нәзік гүлім, қапа қылма жанымды. Үміт қылып күліп тұрып арнағанда әнімді, наз қылықты нәзік гүлім, қапа қылма жанымды. Сен менің жалғызым, аяулы нәзік гүлім, жүректің жазды мұңын назды үнін нәзік гүлім. Сен менің жалғызым, аяулы нәзік гүлім, жүректің жазды мұңын назды үнін нәзік гүлім, нәзік гүлім. Zor etasan sen meni nazlı gülüm, gözümge bakmay otasan yandırıp aşık dilim. Visalimde umid bilen baray özüm yanınga, nazlı gülüm naz kılasan cefa kılıp yanımga. Visalimden umid kılıp baray özüm yanınga, nazlı gülüm naz kılasan cefa kılıp canımga. Sen meni yalgızım, ayızlı nazlı gülüm, sen meni sevgilim, nazlı gülüm, nazlı gülüm. Sen beni yalgızım, ayızlı nazlı gülüm, sen beni sevgilim, nazlı gülüm, nazlı gülüm, nazlı gülüm. Yege. Sen benim жалғызым, аяулы нәзік гүлім, жүректің жазды мұңын назды үнің нәзік gülüm. Sen beni yalgızım, ayızlı nazlı gülüm, sen beni sevgilim, nazlı gülüm, nazlı gülüm, nazlı gülüm. Өзбек әкелері өзбек ағайындар жылап отыр ғой. Әдемі, кәдімгідей билегім келіп кетеді шынымен де. Осындай әндер негізі күшті жарасады, күшті ашады. Өзбек әкелер болса, көрәткен өзбек әкелеріміз болса, қарындашыларымыз болса, сөзден, башқа жайдан, әгер хата кеткен болсам, айып қылмайсыздар ағайындар. Қазақстанда шынақа етіп шықтық. Рахмат. Мен де қосыламын, мен де құрмет қой Өзбекстан халқына. Әлбетте, әлбетте, әлбетте. Қыз бала бәрін айтып жүр қой, әлбетте, рахмет. Бүткіл әнін, бүткіл дертім ғой, біразын алдың ғой, енді Өзбекстанға қарап рахмет айтып қой. Өзбекстан халқына, баршасына мың алғыс үлкен рахмет. Мен постоянно Өзбекстанға барып тұрамын, сондықтан да біргеміз. Каналға тіркелді ғой. Все. Келгеннен көп-көп рахмет, қолдағаныңа рахмет. Құдай қаласа, келесі бағдарламаға шынымен де тағы да бір 2-3 хитпен кел. Сондай хитқа лайықты әндер жаза бер. Хит жазсам шақыра бересіз ғой? Миллионың көп болсын. Сіз шақыру үшін хит жазуға тырысамыз. Отырасыз ғой төрде. Қымбатты көрермендер, сіздер ұмытпай менің каналыма тіркеліңіздер, және де міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер. Осы бағдарламаға кімді шақырайық? Сіздің ойыңызша кім лайықты? Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар, жақсылықта жүздесейік.